жалпы басында діни неден басталған болатын, діни терминдерден басталған ақпаратымыз үйлену қыз бен жігіттің темасына ауысып кетті. Одан сәлден кейін тәуелділікке ғана көшті. Тәуелділіктен кейін артынша сезім дейтін тақырыпқа көшкен. Бүгін 4 тақырыпта әңгіме қозғалды негізі, қысқадан нұсқа негізі. Каналға тіркеліп, лайк басып, астына комментарий жазып, мен жамандайтын болсаңыздар, мен жамандаңыздар. Мен сөзді көп бөлем, оны өзім байқаймын. Так, все. Телефонды не онлайн басқарып отырмын. Өзімді. Әдемі. Оңалмен. Сен неге сол қолмен шесің? Сол қолмен шесің? Просто оң қолмен ашқан ыңғайлы да. Үшуге оның қандай қатысы бар? Қақпақ оң қолы алып қояды. Баклашка сол қолы алып қояды. Сол қолмен ашып беріп көрмедің бе? Негізі тамақты да суды да оң қолмен ішкен дұрыс қой. Дұрыс қой болғанда ішу керек қой. Сүннет қой. Сүннет қой. Значит, мияқты развивать ету керек деген сөз. Короче, андай бір прикол бар. Мен тісті оң қолмен тазалаймын ғой. Иә. Енді маған солай ыңғайлы да. И андай бір тема бар екен. Тісті сол қолмен тазалау деген. Тоже непривычной рукой. Әдетте тазаламайтын, оған бейімделмеген қолмен ше. Кәдімгідей қиналып кетесің ғой, кәдімгідей шынайтын. Вроде бы тіс тазалау ғой жайыншен ше. Бірақ кәдімгідей жаңа нәрсе үйренесің да, кажется, ол мидың жаңа байланыстарын қалыптастырады екен да. Короче, мындай тема бар. Адам тамақ жеп отқан кезде тойғанын білмейді. Видео көріп отыр тамақ ішкен кезде тойғанын білмейді. То есть кәдімгідей прямо іші тырсылдап кеткенге шейін сезбейді тойғанын. Кіріп кетеді ғой ана темаға ше. Видео көріп отыр, бір нәрсе қылып отырады. Сізде қалай екенін білмеймін. Менде прямо мысал ретінде бір уақыттар қатты әдет болып қалған тұғын. Телефон қарау ма? Видеоны қоспасам тамақ іше алмаймын да, короче. Бәрін тук-тук дайындаймын да, и отырамын, короче, видеоны таңдап ше, қолымда вилка, короче, бір қолымда нан, например, да, и видеоны таңдап отырамын да, короче. Түсіңіз бе? Датова үйренісіп қалғансың да, видео мен тамақ екеуі бір болып қалған. Менде дастарханға келген кезде ең бірінші не істейтін, подносымды қоямын. Ну, столовыйдан бар тамаша ма? Подносымды қоямын, немді қоямын. Ең бірінші тамақты шығарамын, сосын подносқа қоямын да, ең бір телефоннан бірінші видео тауып алу керекпін бірінші. Ютубтарлар бүйтіп қарап отырамын. Ұзақ видео тауып аламын енді қарап тамақ ішуге деген сияқты. Қоямын, тіреймін. И содан кейін барып нанды, суды, содан кейін барып қоямын жеймін. Енді ол бір жаман әдет демеймін, бірақ андай бір ерекшелігін айтамын да, видео көріп отырып тамақ ішудің. Егер де ол развлекательный видео болатын болса, сен алып кететін видео болатын болса, скорее всего, сен тойған моментіңді жіберіп алуың мүмкін. Өйткені асқазанның өзі тойған моментте бірден все, тойдым демейді. Көп жағдайда ол бір зерттеулерге сәйкес 15 минуттан кейін барып қана адамның жеткілікті тамақ жегендігі жөнінде сигнал келеді екен да, тойғаннан кейін. Біздің не тамақты көп жеп қоймыз, не тамақты толық жемеуіміз сол тамаққа фокус бөлмеудің әсерінен болатын жағдайлар да. Дұрыс шайнамау, дұрыс не қылмау. Негізі маған андай бір кісі айтқан тоже, денсаулық бойынша эксперт бір ағай, тамақ ішетін кезде, не істейтін кезде, вообще, мысалы, тамақ ішіп ба? Тамақ іш, чисто тамақ іш, бұл тамаққа ғана фокус бөл. Кітап оқып ба? Кітап оқып, басқа нәрсеге алаңдама. Иә, тек қана бір ескерту бар, шариғатқа сәйкес, сен тамақ ішіп отқан кезде жақсы әңгіме айтуың жақсы нәрсе. Әңгіме айтып отырып тамақ ішу, яғни екі адам болып тамақ ішу сүннет. Жақсы әңгіме айтып отыру. Мысал ретінде, мен жеп отырмын, и саған бір мәселені түсіндіріп отырмын да, например. Мен көп тамақ жеймін ба? Скорее всего, мен аздау тамақ жеймін да, бір нәрсе айтып сөйлеп отқаннан кейін барып. И менің уже аз тамақпен тойып үлгеремін да. Бірақ тамақ ішіп отқан кезде сөйлемеңдер деген нәрсе бар еді ғой. Шариғатқа сәйкес нәрсе емес ол. Шариғатқа нәрсе емес пе? Кішкентай балалардың қалып қалмау үшін айтылған шығар. Бірақ шариғатқа ол сәйкес емес. Мен бір дос болған бар. Советский Союзда сондай бар. Когда я ем, я глухой нем деп айтады. Советский Союзда сондай тема болды. Сол кездегі бір медицина зерттеулер шығар. Бірақ пайымар салсам айтқаны олай емес. Былай ғой, любой медицинский факт бүгін былай, ертең былай. Ол зерттеулердің темасы. Мысалы ретінде айтады, кофе зиян дейді. Біраз уақыттан кейін шығады, кофе пайдалы дейді. Біраз уақыттан кейін қайтадан тағы да шығады, кофе зиян екен деп. Бір уақытта мысалы ретінде темекі о баста, білесіз бе, ем үшін шығарылған? Жоқ. Ем үшін шығарылған. Қазір барлығы бірдей қарсы. Мен таңғалмаймын, ертең біраз уақыттан кейін шығып, жоқ темекі шегу нормально деп айтсам. Сондықтан неше түрлі нәрсе. Медицина ғылым солай ғой енді. Ғылым өзінің жаңағыдай бір не қылмаған, бір ескермеген, көрмей қалған моменттері көп болады жалпы зерттеулерде.
өзі бір ғана жағдайды зерттейді, біз бүкіл соған ұқсас жағдайдың бәрінен пайдаланып кетеміз ғой. Сол үшін егер де шариғат ісі мен бір ғылым, медицина, басқа бір нәрсенің ісі бір-бірімен қайшы келіп жатса, сен шариғат таңдайсың. Бірақ ол анық сенімді болу керек та, точно ол хадисте бар екендігі, точно пайғамбарымыз айтқанына көз жеткізу керек та. Мен бір дос болған бар, андай не істейді, тамақ ішеді ғой, вообще сөйлемейді. Келеді дастарханға, асханаға барғанша бірге сөйлесіп барамыз, тамағын қойғаннан бастап вообще сөйлемейді. Сосын өзі де айтады, негізі тамақ ішкен кезде мен сөйлемеймін деп, өзі еще сондай принцип бар өзінің. Білмеймін, ол да жақсы шығар, біреуге жақсы, біреуге әртүрлі ғой енді. Мен мысалы жалғыз өзім тамақ ішкенді жақсы көремін. Тез жейсің да, просто тез шаруаңды бітіресің дейді, тез кетесің деген секілді. Мен бір ағам бар. Ағам деген кезде енді бірге оқығанбыз, екеуміз жасымен үлкендеу да просто. Сол кісі бүйтіп столовойда бір жерде жүрсе көріп қалады, жалғыз жүрген біреу ше, бір өзі тамақ ішіп жүрген. Мен адам бір нәрсе шығады деп айтатын да. Неге? Жалғыз жүрген адамдар бір нәрсе шығады дейді, неге ол айтатын. Адам жеке отырып бір өзі қимылдап үйренсе, істерді істейді ғой, біреуге қарап жүрмейді да. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи бір сахаба келеді. Сөйтіп айтады, я Расулалла, біздің арамызда ауызбіршіліктеріміз қатты нашарлап кетті дейді да. Не істесек болады дейді. Сол кезде айтады, сендер тамақты бөлек ішіп жүрсіңдер ма не дейді. Бөлек ішіп жүрміз бірге ішіңдер дейді. Содан кейін бір табақтан. Тамақ ішу әсер етеді, ауызбіршілікке де әсер етеді. Жалпы тамақ ішу енді өзің ойла, қазаққа мысал ретінде бас қосу десең, трудно представить себе тамақтан басқа нәрсені да. Скорее всего, дұрыс па? Егер де бас қосамыз десек, екеуміз кездесіп сөйлесеміз десек. Қонақтық барлығы сол бас қосудың барлығы сол тамаққа қарастырылған ғой негізі. Той, жиын, ол жерде тамақ, тоже қонақтық тамақ, садақа, ненің өзі бір тамақ, асқа шақырудың өзі тамақ, бәрі негізі қонақтық бәрі жиналатын жер негізі. Қазақтардың жалпы несі жиналатын жер дастархан екен ғой шынымен де. Бір рет бір үйге қонаққа бардым. Тамақ ішіп болдық. Осы мен сәл артқа қарата жылжыдым, телевизор қарап отырмын. Сөйтіп үйдің иесі қарап отыр да маған. Айтады да, балам, босаң тұра бер, бізге қарама құрсын дейді да. Бізде үйде ондай жоқ, сен үйінде андай шығар, анау жаңағыдай тамақ ішіп болғаннан бар, бата қайырып, басқа деген. Бізде ол біреуді біреу вообще күтпейді дейді да. Негізі күту керек қой да, негізі. Біздің үйдің тәрбиесі солай айтылған. Бізде барлығы келіп отырмайынша ешкім тамаққа қол созбайды. Және де тамақ ішіп болып ас қайырмайынша ешкім дастарханнан тұрмайды. Негізі сол жақсы тәрбие негізі. Сөйтіп өстік. Атамыз дастарханға келмейінше ешкім дастарханда тамаққа қол тигізбейді. Бірақ ең бірінші ата тұрып кетеді енді. Одан кейін біз тұрамыз қалғандарымыз бір-бірлеп. Оған дейін ешкім тұрмайды. Ол сахабалардың арасында сондай болған. Бір сахаба айтып беріп жатады. Хабар ғой, риуаят, хадис. Бір рет бәріміз бірге отырмыз дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи бірге отырмыз. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи айтты дейді, мынау есіктен қазір жәннаттық бір кісі кіріп келеді деп айтты дейді. Сосын бір кісі кіріп келді дейді, сақалының үстіне су тамып тұрған, сол қолында 2 галошы бар дейді да. Дәрет алып жатыр. Сосын келесі күні тағы да сөйтіп айтты дейді. Мына жерден қазір жәннатқа кіретін адам кіреді деп айтады. Дәл сол адам дейді. Дәл сол адам кіріп кетеді. Үшінші күнде қайтып кіріп келеді ана кісі. Тура соны айтады, тура соны үшінші рет кіріп келеді. Сосын ана кісі айтады әрі қарата, мына маңызды момент. Мен үлкен кісі тұрып кеткенше күттім дейді. Сосын тұрдым да бағанағы кісінің артынан бардым дейді. Сосын айттым дейді, мен үйімде проблема болып жатыр. Рұқсат етсең, мен сенің үйіңде 1-2 күн бола тұрайын деп өтініш қылдым дейді. Жақсы деп айтты дейді, үйіне қондым дейді. Андай енді жәннаттық кісі деген соң енді көргім келді дейді да, не істейді ол жәннаттық болатында, енді қандай болады ондай адам деген сияқты. Сосын вообще ештеңе ерекше ештеңе жоқ дейді да. Вообще ешқандай ерекше бір ғибадаттар жоқ дейді. Обычно біз сияқты адам дейді, кәдімгі дейді. Тек қана бір байқаған ерекшелігім, түнде аунаған кезде зікір айтады екен дейді. Біз аунаған кезде деуіміз мүмкін ғой. Осы аударған кезде субханалла, субханалла, ля иляха иллаллах деген сияқты сөйтіп айтады екен да. Ата әжелеріміз айтады ғой, алла, шүкір. Сол сияқты. 3 күннен кейін барып айтады,
не болған? Біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен отырғанбыз. Жәннатқа кісі кіреді деді, сіз кіріп келдіңіз дейді да. Сосын барып мен артыңыздан келіп еріп келдім. Сосын барып білгім келді. Ерекше қандай қасиеті бар деп. Ондай бірақ что-то ештеңе ерекше байқамадым дейді да. Қалай ойлайсыз? Не нәрсе сіз жәннатта қалып жатқан дейді да. Білмеймін, сен көргендей ақ өмір сүріп жатырмыз, сол обычный адамбыз. Жарайды, хорошо, онда рахмет дейді, кетіп бара жатады. Тұқай тұр. Бір мәселе бар дейді. Мен күніге жатардың алдында адамдардың бәрін кешіріп жатамын дейді. Кешіріп? Просто шынымен кешіріп. Алланың разылығы үшін бүкіл мені ренжіткен кісілердің барлығын кешірдім деп ұйықтаймын дейді. И ана кісі айтады, осы нәрсе ғой дейді да. Өйткені бұл өте қиын нәрсе дейді. Мені ренжіткен адамдарды кешірдім деп па? Неге? Өйткені мысалы бір адам сен ақың жеп қойса, сен одан ақыңды алғың келіп тұрады ғой, потому что сен правсың, сен одан үстем болып тұрсың, андай бір саған күш береді. Эго болған. Ол андай нәрсе, ол соның барлығын тәрк етіп тұрғандығы үшін сол үшін жәннаттық адам болып тұр ма? Ұйықтардың алдындағы момент өте андай бір интимный, жеке момент қой. Ешкімге бөліспейтін, ешкімге айтылмайтын. То есть ол жерде сен ғанасың да, по факту. Сен және Алла ғанасыңдар да. И сол момент өте маңызды. Өйткені былайғы моментте сен қасың адамдар болады, не болады, басқа болады. Бір кезде сен дәретханада боласың, бір кезде сен душта боласың, ана жерде сен таза, толық, Құдайға бұрылған күйдесің да. И сен сол кезде не айтсаң қабыл болады да. Өйткені рия деген тема жоқ ол жерде. Рия мен сумған айырмашылығын білесің ба? Жоқ. Сумға деген бар. Риядан айырмашылығы, сен істеп болған соң біреуге айтып мақтанасың. Рия дейтін жария ету емес па? Рия деген мысал ретінде мен тақуа деп ойласын дейсің да. Сен былайғы уақытта көп Құран оқымайтын болсаң да, қонақтар келген кезде аяқ астынан көп Құран оқитын болып кетесің да. Солармен мақтасын деген сияқты. То есть Алла үшін жасау керек нәрсені мақтаныш үшін жасау. Бұл рия. Сумға деген бар. Сумғада ол жерде басқа ешкім жоқ қарап тұрған саған. Бір өзің істейсің. Мысалы түнде тұрып тахаджуд оқисың. Оқып болған соң ертең күндіз келесің да, мә ұстаз, жанды намаз оқыдым ғой кеше дейсің да. Болған істі болды деп айтады келесі күні. Ал рия дейтін болмаған дүниені болдырып көрсету. Дәл солай. Өте жақсы формулировка екен мынау. Болмаған нәрсені әдемі негізі рия ету. Менде негізі рия етуді мен жария ету деп түсініп жүргенмін ғой негізі. Жария қылу, өзің намаз оқығаныңды жария қылу, яғни қалай айтады? 200 адам не дейді? Мұнафиқ адам дейді ғой. Сол мұнафиқ адам деген бағанағы жоқ нәрсені көрсететін адам. Ол тек қана бесін нелерді ғана, ақшам егінтіндерді ғана адамның көздерінше оқиды да, таңмен нені қаза қылатын адамды мұнафиқ адам деп айтады ғой негізі. Қаза қылатын деген кезде де андай бір случайно ұйықтап қалып басқа қалу емес. Әдейі ұйықтап қалу. Просто оған қызық емес та. Тек қана көрсін. Адамдардың алдында тұрған кезде ғана оған қызық та, жеке қалған кезде намаз оған қызық емес та. Жұмаға барған кезде жария етіп сторисіне салып деген сияқты. Енді қалай? Сен өз мұсылманшылығыңды жариялауың және барлық істеп жүрген істі істеуің, ол жерде рия болмайды. Парыз нәрседе рия жүрмейді. Например, сен парыз намазды оқытсың ба, бесінді, ол жерде рия деген әңгіме жоқ вообще. Парыз. Вот сен егер де мысал ретінде сүннетін оқыдың, парызын оқыдың, тәсбихін тарттың, аятыл күрсін оқыдың, сосын Құран оқып жаңағыдай бағыштадың, сосын барып қой, мен кішкене Құран оқиын деп жұрттың көзінше сөйтетін болсаң, үйде бірақ сен оқымайсың вообще. Онда ол уже рия болады. Ал бағанағы парыз мәселелерде рия деген жүрмейді. Өйткені не үшін олай жасаған? Оны бүкіл мұсылман істеу керек қой просто да. Ол мысал ретінде сен мақтанбайсың ғой, мен артым сүртемін деп, дұрыс па? Ол любой адам сүрту керек нәрсе ғой, дұрыс па? Ол жерде рия деген бір көрсе қызу көрдің ба деген әңгіме жоқ қой. Тура сол сияқты парыз істеде рия жоқ. Ең қызығы не үшін бұлай жасалынған? Өйткені шайтан кей кезде адамды жақсы істерде қайтару үшін сен рия істеп жатсың деп айтады да. Сен жария қыласың, сен не істеп жатсың? Мысалға, например, сен көшеде бір адам садақа сұрап тұр, например. Сен былай уақытта да садақа бересің, например, да. Садақа істемесең, рия болып кетеді деп ойлайсың да. Сені жақсы істен қайтаруға тырысып жатыр да ол кісі. Сен бесін оқиын деп тұрдың да, например.
қой қазір үйге барып оқиын ата мына іште рия болып кетеді деп айтасың да. Ол дұрыс емес. Сондықтан парызды рия деп санамай, любой кім көріп тұр ма, біреу ешкім көріп тұрған жоқ па, оған қарамайсың. Жария болып тұр ма, жария болмай тұр ма, оған қарамайсың. Конечно, егер де қолымнан келсе, мысалы ретінде сен мына жерде оқуыңда да болады, мынау стенаның артына барып оқысаң да болады. Разница жоқ болса, конечно, сен жасырын жасағаның дұрысырақ. Ал бірақ адам мұсылманшылығынан ұялмау керек, және де ол нәрседе рия деп қорқып, іс амал әрекетсіз қалып қоймау керек та. Адам таң намазына ұйықтап қала беретіннің бірден бір себебі дейді, бір ғалымдардың сөзі бар. Бана ұйықтардың алдындағы нені айтып отырмыз ғой. Ол тәубе етіп жатпау дейді. Түнде. Дұға еткен кезде. Мысалы ретінде андай бір моменттер болады, сен жатар кезде, ертең тұрам да, білмеймін, 12 съемка істеп тастаймын, короче. Жанасың ғой кей кезде түнде ұйықтардың алдында. Аздан тұрған кезде, салам алейкум, ештеңе жоқ қана жерде. Ештеңе жоқ. Түнде ойлар өте қатты. Сол кезде сол моментті пайдаланып, мен ертеңнен бастап нормальный адам боламын деп ұйықтау керек та. Күнә жасамаймын деп ұйықтау керек та. Например, сен там, білмеймін, видеолар көріп қоясың, немесе тағы да басқа нәрсе болады. Мысалы, жатардың алдында сен тәубе қылып жатасың, болды, ешқашан істемеймін. Мүмкін сен білуің де мүмкін. Может быть, сен қайтып та келуің мүмкін, бірақ мәселе ода емес вообще. Сен шынайы шешім қабылдасаң, сен білмейсің қашан соңғы тәубең болатындығын. Сен бір күні шынымен де тәубең қабыл болады да, и шынымен де ол нәрсені істемейтін боласың. Просто тәубе амал жасау керексің да. Конечно. Сол бағытқа қарата жүре бересің. Сен айтады ғой, даже сен бір мақсатқа жете алмасаң да, сол бағытқа қарап жат хотя бы дейді ғой. Лежи в этом направлении дейді. Сол сияқты адам, ол сен ертең қайтадан күнәға түсіп кетуің мүмкін ба? Нәпсіңе беріліп қоюың мүмкін ба? Шайтан азғырып қоюың мүмкін ба? Но это означает, что мен бүгін тәубе етпеуім керек деген сөз. Тым болмаса ертең қолым кірлейді ғой деп жумай қоймайсың ғой. Дұрыс па? Бәрібір де қол жуу керек. Пәлен жуу керек. Ертең кірлейтінін білсең де жуу керек. Тәубе етіп кешірім сұрасаң кешіріледі. Түстіңді бүлдіріп алдың, например, сен жуасың. Сен қайтадан бүлдіріп алуың мүмкін ба? Қайтадан бүлдіріп алуың мүмкін. Бірақ сен ешқашан бүлдірмеймін, енді бұдан кейін аккуратно жүремін деп сен мысалы ретінде жуатын болсаң, мамаң да риза болады. Менің ойымша, адамның өзі естуі керек бір әңгімесі бар. Өйткені оны ол қалай да болсын жеткізеді ғой негізі. Алла оған нәсіп етеді. Әсіресе сол нәрсе біз енді сол уағыз алаңында жүрген соң, соны жиі кездестіреміз да. Болады, сен бір тақырыпты, мысалы қажылықта да жақында менде сондай болды. Бір кітапты алдым, пәленбай уақыт дайындалғам, өзім қызып тұр, айтқым келіп тұр, адамдар келіп отырды. Вообще басқа тема қозғалып кетті да ана жерде. Вроде бы барлығы айтылу керек әңгіме, шынымен дұрыс керек әңгіме айтылып жатыр. Ал бірақ дайындалған тақырып емес, вообще басқа тақырыпта. Не үшін? Өйткені сол жердегі адам соны бір естуі керек болды. Сол қажылықта жүрген кезде бір қызық оқиға болды. Енді қызық оқиға деген кезде қалай, енді мен үшін бір ерекше оқиға. Қажылыққа барған уақытта Медина қаласына бірінші бардық біз, пайғамбар саллаллаху алейхи жатқан жеріне. Шыққан соң Меккеге бардық. Барған жолда 8 сағат па 7 сағат па автобуспен бардық, уағыз айтып бардық 7-8 сағат бойы. Қасымда тағы бір гид кісі бар, мен бармын, екеуміз кезектесіп уағыз айтып жатырмыз. Бірыңғай уағыз айта бермейсің ғой адам шаршыту үшін. Екі ортада давай сұрақ жауап қылайық дедім. Андай сұрақты қойып жатырмын, мындай сұрақты қойып жатырмын, намазда жиі кездесетін қателіктерді айтып жатырмын. Жаңағыдай мынау мысалы ретінде сен білетінің, мынау Аллаху акбар деп қолды көтеріп намаз бастайды ғой. Кейбіреулер бүйтеді намаз бастап көтереді. Аллаху акбар айтпайды. Негізі айтылу керек. Наоборот, маңыздысы Аллаху акбар деген сөз, қол емес. Даже сен егер қолды көтермей Аллаху акбар десең, ол әрине енді дұрыс емес олай жасау. Ол сүннетке қарама-қайшы. Пайғамбарымыз олай жасамаған. Оған қайшы істеп тұрсың. Ал бірақ намазың дұрыс па? Намазың дұрыс. А вот наоборот істесең, сен биттің де Аллаху акбар айтпаған болсаң, сен намазың дұрыс емес та. Ол намаз қайта оқу керек. Әдейі істеген болсаң. Ұмытып кеткен болсаң ештеңе етпейді деген сияқты. Енді сен мысалы ретінде өткен пәленбай жыл намаз оқып жатсың, сен біреуіне сөйтіп істеп қойған болуың, бірақ білмейсің да. Ол кезде проблема жоқ иншалла. Алла кешіреді, Алланың кешіріміне үміт қыламыз. Алла кешірсін деп дұға етеміз, намаздардың кемшіліктерін кешірсін деп. Ал бірақ маңыздырақ анау да. Сосын барып сөйтіп сұрақ қойып жатырмын, и ішінде сондай бір тақырып бар. Мысалға, енді саған да қойын, мүмкін саған да қызық шығар ол тақырып. Дәретханаға кіріп ішкі дәрет алу шарт па, шарт емес па? Ішкі дәрет алу?
мысалы ретінде сенде қыс, например, да, сен ішкі дәрет алуға қорқып тұрсың. жоқ, қалай айтсақ болады, шарт емес деп естігенмін мен әйтеуір. Иә, қысқасы солай. Негізі шарт емес. Қысқасы Деталь айтпай ақ қояйыншы, бірақ шарт емес. қысқасы мысалы ретінде бір нәрсе тақырапты бұзған болатын болса, сен барып каждый раз жуына беруің шарт емес. Например, желі бұзған болатын болса, ішкі дәретке кіріп жуынуың шарт емес. Ол әдептілік, культура, мәдениет. Ал бірақ, мысалы ретінде күн салқын болатын болса, сен ол нәрсені жасауың шарт емес. Тазалық, иә, ал бірақ шарт емес. Осыны айтсам, бір кісі енді андай бізге бір ынталандыру ретінде айтып жатыр ғой, енді ондай бір айыбын ашу үшін айтып жатқан жоқ қой. Шыны керек, мен сол кезде маған қатты басыма тиді, біз вообще айтпайды екенбіз ғой деген нәрсе келді да. Енді өзіміз білген соң бәрі біледі деп ойлаймыз ғой. Мен намаз оқып жүргенмен 20 жылдан асты дейді. Мен мынаны бірінші рет естіп тұрмын дейді. Ойлаңызшы, до того біз кезде айтпаймыз, элементарно адамның күнделікті өміріне кездесетін моменттерін айтпаймыз да. Ал бірақ андай ойбай там андай жағдайларда болады ғой. Не болмаған кезде, мысалы, бәлкім сен шөл даладасың, бәлкім сен су жоқ жердесің, бәлкім бір суы жоқ ауылға кіріп кеттің деп айтайықшы. Мысалға дачада жүрсің. Дачада жүрсің, вообще сенің айналаңда не жоқ. Или сен стройкада жұмыс істеп жатсың, айналаңда су жоқ. Құм болатын болса, негізі құмға 3 рет не істеп алақанын тигізіп дәрет алатын болсаң, оның да өзінің шарттары бар. Дәрет алу емес, короче. Ол өте оңай. Не деп айтады еді, басқаша. Таямым. Аха. Бұрасында бетіп қағазын. Иә, бетіп қағасың, енді мысалы ішімен отырың, іші топырақ болып тұр, сыртынан арасында артық тастар түсіріп тастайсың. Сөйтіп бетіңді бір сүртесің. Топырақпен дәрет алу. Иә. Сосын барып табыр арасында мінекей қара. Былайнан. Сосын барып былайнан. Асты үстін. Иә. То есть бір жер мынау алақанның мына жағымен 2 рет сүртпейсің да. Бұлмен алақанның үстіне сүртесің. Мына жердің сенің әлгі топырағы бар ғой. Сен бұлмен астына сүртесің. Болды. Қолмен бет қана. Ол жерде үшінші нәрсе жоқ. Иә, сол мен естіген кезде мен де таңғалғанмын негізі. Бұны енді істей беруге болмасам, бұны тек қана экстренный су жоқ жерде ғана істейсің. Негізі былай су болған болатын ба? Жоқ, ауырып қалуың мүмкін болса да істейсің осыны. Ауырып қалған болсаң да? Ауырып қалуың мүмкін болса да. Суық. Мысалға бір уақыттар мен андай болды, айт намазын ба, бір намазды оқитын болдық, далада намаз оқып болды да. И мұздай сумен дәрет алып, еще далада намаз оқысам, мен ауыратынымды білдім да. Еще әлсіреп сөйтіп жүрген моменттерім еді. Сосын мен таяммен оқыдым. Мен соны бірінші естіген кезде таңғалдым негізі. Исламның негізгі қағидаларының бірі. Әл-мәшаққат тәжрибу тәйсир деген не бар? Принцип бар. Кез келген ауыртпашылық жеңілдік алып келеді деген. Ауыртпашылық жағдайға қарата жеңілдік көбейе береді шариғатта. Но в то же время сен енді еріншек адамға да айналып кетпеуің керек. Шариғат істеу керек. Әдетіңе айналдырмай, тек қана жақсы ниеттерде, жақсы амалдарда қолдансаң, жеңілдік ғой негізі Алланың беріп қойған. Но бірақ та оны виталды қолдана берсең, мысалы жиыршаң деп болды, дәретім бар да жүре беруге болмайды негізі. Қызық қой. Короче, бір рет осындай автобуспен қалалардың арасында жүрміз. Раз уж осы тақырыпты қозғап отырық қой, жарайды. Апыртсай салайық, біраз жерге бұны бөлек подкаст қылып жібере салармыз. Жолға шықтым. И мен білдім да, баратын жерімізде ертең су болмайтындығын. Сөйттім да, осындай орамал алып шықтым үйден. Орамал, пакет. Сосын шығардың алдында сол жерден топырақ салып алдым, короче. Су емес бе? Су алмадыңыз ба? Жоқ, сумен дәрет алатын жер жоқ ол жерде. Автобуспен жол жүріп бара жатырмыз да, короче. И соны дүк ұрдым да, тақарат алдым да, нормально. Намаз. Анасы не ғой, аталайды, сапар намазы бар ғой. Сапар намазында көбі негізі шатасып жатады. Мен алдыңғыны пойызға барған енді дұрыс емес деген сізден сұрайыншы деген ғой. Мен пойызда кетіп бара жаттым, Оралға астана атқан кезде. И сонда Оралда, пойызда не ғой, 3 полка ғой, плацкарттарда. Астыңғы, ортаңғы, үстіңгі деген сияқты. 3 қатар. И сонда бір жігіт кеп намаз оқыды ортаңғы қатарда. Енді бойы ұзын болғаннан кейін тек қана отырып қана оқи алады. Рукухта да сәждеге баратын кезде де отырып қана бара алды. Тек қана амалдарын, жарты амалдармен, ишараттармен жасаған болатын. И содан біздің қасымызда бір енді сақалды аға отты. Ақтөбенің ағасы бір. Сол ағамыз кеп не істеген,
негізі парызында сапарда болсаң да тұрып оқу керексің деген сияқты. Ағам жерде орын жоқ қой десе де негізі табу керексің деген сияқты андай негізі тұрып оқылу керек деген сияқты шартын айтқан болатын. Сол кезде енді үлкен кісі болғаннан кейін бірінші жасын сыйладым, екіншіден бір айтып көргенмін, жоқ негізі парызда тұрып оқылу керек деді. Мен особо бір қатты бір діни білімі болмағаннан кейін ол кісімен тайталаса алмадым да. Одан жарайды дедім де бұрылып кетіп қалдым. Негізі шарты намаз қалай айтсақ болады, намаз оқуға ыңғайсыз жер болған жағдайда отырып та, мысалы сапар намазда машинада кетіп жатқан кезде де біз отырып ишаратын жасап сөйтіп оқығанымыз негізі бола береді ғой негізі. Қараңыз, мындай мәселе бар. Бұл мәселеде ғалымдарымыз екіге бөлінген. Бір кісілер айтады, бір ұстаздарымыз айтады, кетіп бара жатқан пойызда отырып оқи беруге болады деп айтады. Бір кісілер айтады, олай жасауға болмайды деп айтады. Және де мен осы пікірді ұстанамын. Қай пікірді? Екінші, отырып оқуға болмайды деген пікірді ұстанамын. Неліктен? Неліктен? Өйткені біріншіден мынау 3 полк тұр ғой. Яқ, коридор. 3 полктың ортасында стол тұрған жоқ па? Сол жерге сол столға қарата сен тұрып оқи аласың да. 2 тамыр бар емес па? 2 тамырдың бірінде көмір салып атады да, обычно лас болады. Темекі шегіп атады, басқа алып атады. Екінші тамыр адамдар кіргізетін жер болғаннан кейін проводник ол жақта постоянно жуып отырады, ол жер таза болады. Сол жерде оқысам болады. Сол жерде оқысаң болады. Тіпті бағанағы көмір салып атқан жерлер бар ғой, анау темекі шегіп атқан, басқа алып атқан дегеннің өзінде енді ол кейбір пойыздар енді действительно сондай қатты запущенный болуы мүмкін, кейбіреулер более-менее таза болады. Ол жерге сен таза жай намаз төсесең, оқуға болады ол жерге де. Ал маған отырып оқудың несі шарты ше? Отырып оқу сүннет істерде ғана. Парызда тұрып оқу керек па? Иә, нәпіл істерде ғана отырып оқу деген. Парыздарда сенде тұрып оқуға мүмкіндігің бар кезде отырып оқи алмайсың да. Тұрып оқуға мүмкіндігің жоқ болса ғана ол тек көлікте сондай жерлерде айтылған ба? Ұшақта көбінесе. Ұшақта, пойызда намаз оқуға да байланысты ғалымдардың арасында екі түрлі пікір бар. Бір пікір бар, жүріп бара жатқан пойыздың үстіне тұрып оқи беруге болады деп айтады. Екіншілер айтады, жүріп бара жатқан көлікте, ұшып бара жатқан самолетта оқуға болмайды дейді. Неліктен? Өйткені нақты бір орын жоқ қой. Мысалы ретінде сен намаз оқып бара жатып жүруіңе бола ма? Негізі болмайды. Болмайды. Сен жүріп баратсың ғой дейді. Ал онда шариғатта не дейді жалпы? Шариғатта осы екеуі де шариғатта кәдімгідей салмағы бар пікірлер екеуі де. Нақты ештеңе айтылмаған. Екеуі де айтылған. То есть сен өзіңе бір пікірді аласың. Мынаны или мынаны. Біреу емес па? Былай ғой. Шариғат ол Құран мен сүннет ең әуелі. Құран және сүннет. Құран және сүннеттің ішінде болмаған нәрселер ғалымдардың пікірлерімен Құран мен сүннетке қарай отырып бекітіледі. Қияс қыла отырып. Қияс деген естіпедің? Жоқ. Қияс деген сөз ұқсату. Мысалы ретінде бір мәселеге байланысты бір хадис келген, болмайды деп келген да, например. Например, айтайық, виноға байланысты. Виноға байланысты Құранда болмайды деп келген, харам деп келген. Біреулер харам емес деген ба? Жоқ. Сосын бар спирт пайда болады бергі заманда. Спирт туралы Құранда айтылмаған ғой. Бірақ та алкоголь. Бірақ анау алкоголь туралы айтылмаған, алкоголь деген сөз жоқ. Жоқ па? Спирт деген сөз бар ма? Спирт деген де сөз жоқ. Просто вино туралы айтылған. Құранда. Сол үшін кейбір кісілер ол Құранда айтылмаған деген әңгімені шығарып жүргендер сол ғой. Бірақ не үшін мысалы ретінде вино харам болған? Өйткені ол адамды мас қылады. Есін кетіреді, санасын кетіреді. Сол үшін ол харам. Арақтың да несіне қызметі сондай болғаннан харам болды. Дәл солай. Сол үшін наркотик та харам, сол үшін арақ та харам, сол үшін басқа нәрсе де харам. Басты кетіретін нәрсенің барлығы да харам. Аз болсын, көп болсын. Мен бас кетіргенге дейін іше берсем бола ма деп айтсаң, жоқ, болмайды. Не үшін? Өйткені пайғамбар салсам айтқан. Көбі харам нәрсенің, азы да харам деген. Сөйтіп ұқсатып, сол нәрселерге шешім шығарылады. Оны анау адам істей бермейді. Ол сен, мен бүйтіп отырып алып, так мынаған ұқсайды екен деп шығаратын шешім емес. Бүкіл шариғат мәселесі терең меңгергеннен кейін барып қарайды да, мынау мынаған ұқсайды, мынау мынаған ұқсайды, себебі мынау былай дейді. Ол кәдімгідей целый ғылым бар.
қалай пәтуа шығару керек екендігіне байланысты ұқсатудың ше усул фих деп аталынады. Айтқым келген мынау ой негізі мынау ой ғой. Екі жақты да Ұқсатқан уақытта біреу былай ұқсатады, біреу былай ұқсатады ғой. Сосын екі түрлі пікір туындайды. Оның турасын точно мынау ғана деп айтатын сол пікір ұстанатын адамдар ғана. Басыңыз жарылып отыр ма кәдімгідей? Кішкене сәл ауырлау отыр да. Енді қараңыз, мысалға бір кісі былай ұқсатты, бір кісі былай ұқсатты ғой. Екі түрлі пікір пайда болды ғой. Ертең сен қиямет қайымда барған соң айтасың, мен мына кісінің пікірін алдым деп айтасың. Ответственность сол кісіге кетіп қалады. Ответственность сол кісі болады. Өйткені ол кісі үммет мойындаған ғалымды. Ол кісінің ондай правасы болады. Шариғатта бұл мәселе былай деп айтуға правасы бар адамдар бар да. Ол қандай мәселеде? Ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тікелей айтпаған мәселесінде да. Мысалы ретінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында самолет болды ма? Болған жоқ. Ол кісілер түйемен жасаған. Түйенің үстінде отыр. Түйеден түсіп намаз оқығанда ол кісілер кетіп бара жатқан кезде. Осы мысалды айтқан сол кісі. Тағы осы мысалды. Түйеден түсіп оқыған. Ал жаңағыдай қосымша нәпіл намаздарын басқаларын анау автобус дейін деп жатыр ғой. Түйенің үстіне кетіп бара жатып та оқи салған кездер болған. Ол кезде түйе жүріп жатыр ғой. Бірақтан сүннет намаздарын бола береді. Сүннет нәпілдер бола береді. Тура сол сияқты жүріп бара жатқан көліктің ішінде оқуға болмайды деген ғалымдардың пікірі бар. Және бұл өте салмақты пікір кәдімгідей. Бағана сіз айттыңыз ғой, пікірді таңдау өз қолыңызда дедіңіз ғой. Иә, терең зерттеп қарағаннан кейін. Өз таңдау өз қолыңызда. Иә, то есть таңдау деген кезде қалай? Таңдау деген сөз маған мынау жеңіл деген нәрсе емес. Сен өзі оқығаннан кейін көңілің біреуіне жатады өзі. Мынау бір қызық подкаст болатын болды. Вообще дайындығы жоқ, басқасы жоқ. Тым дайындығы жоқ, просто от души шыққан нәрсе ғой. Иә. Мен бір түсінгенім, маған келген подкасттар ұнайды екен ше. Просто душадан шыққан. Нарықбек бауырымыз бар ғой. Сол кісі подкасттан шақырып береді. Баратын болдық. А мен оғанға дейін дисциплинаны адаммын ғой, енді более-менее салыстырмалы түрде айтамын былай. Мен үшін маңызды нәрсе мен дисциплинаны сақтауға тырысамын да. И мен оған дейін бүкіл эфирлердің бәрі сценариймен строго, кәдімгі бірінші мынау, екінші мынау тема айтылу керек, мақсаты мынадай болады деген сияқты сондай айтамын да. Бағана сіздің негізі наметіңізден көрдім, сценарий тұрған негізі. Жоқ, ол сценарий емес, ол мен жазып жатқан кітапша жеке қаржыға байланысты. И сөйтіп мен дайындықты кәдімгідей өлтірейін деп жүрмін ғой, енді Нарикбейдің несіне барғым келді, бір қызық болды олмен сөйлесіп әңгімелескен. Сосын өзімен жеке таныспын ғой. Содан тамам баратын болдық. Нарикбейге жазамын ғой, Нарикбей хабарлассайшы, кездесейік, талқылайық, сөйлесейік, тақырыптарын анықтайық, қай тақырыптар не, қалай, целевая аудитория, анау әбеке болды, сразу келе беріңіз, ешқандай уайымдамаңыз, келе беріңіз, дік и бір жазсам жауап бермейді, көтермейді. Сол күні келдік, короче, и бүкіл нені өткізіп тастаймыз подкастты. Осы шыққан соң айтады да, әбеке мен негізі әдейі істедім дейді да. Негізі өйткені мен сценарный подкасттар жақсы көрмеймін дейді да. Негізі солай жақсы, мен мүлдем қанша уже так 3-4-5 ма подкастым ғой, мен біреуіне сценарий жазған жоқпын. Біреуіне сценарий, мысалы сізбен ең бірінші түсірген подкастым бар ғой, ол сіз негізі сол күні рилс түсірген адамсыз ғой. Мен сізбен сол күні танысып, сізге просто ұсынысымды білдіргенмін ғой. Әбілқайыр түсіріп көрсек қалай қарайсыз деген кезде. 10-20 минут деген кезде мен таңғалғанмын, неге 10-20 минут деп. Жарты сағатқа деп ескерткем ғой. Жарты сағат дегенбіз, бірақ ол 1 сағатқа созылып кеткен болатын. Жарты сағат деп келістік те, бірақ артынан сөйтіп бір ұзақ подкастқа айналған болатын, және ол қиған жоқпын ол подкастты. Әттең кетіп қалды енді. Ештеңе етпейді. Қайырлысы. Қызық, анау адамдар толық версиясын көрмеген соң әртүрлі ойлай береді ғой. Анау жаздым ғой, ішінде сөйледім ғой, айттым ғой. Егер де саған қыз ресторанда төлейтін болса, қалай деген сияқты. Сөйтсем бір кісілер ренжіп жазып андай. Сен сонда не ақша жоқ кездер болмай ма, не тыдым-сыдым, анау-мынау. Мен айтамын, мәселе одай емес қой. Мәселе, конечно, сен ақша жоқ кездер болуы мүмкін. Конечно, Алла сені сындыру мүмкін керек болатын болса. Сені вообще нөл қылып тастауы да мүмкін. Бірақ мәселе намыста ғой. Намысың жіберіп төлеткізетін болсаң, сен кішкене енді сәл түсіп қаласың да. Иә, енді мен сені айыптамаймын, бірақ ол қыздың алдында абыройың түсетінін ескеру керек та бәрібір де. Хочешь не хочешь. Сен егер де оған мысал ретінде ол да ойлайды да. Мен қазір егер де екеуміздің дастарханымызға, ресторанымызға төлеуге тура келсе, ол ертең мені қалай асырайды дейді да. Қызбен жолығып сөйлесуге бола ма?
иә, ата анасымен бірге, мысалы мамасымен бірге ресторанға келсе, мамасы ана жақта бөлек столда отыра берсе, сен общаться етіп отырсаң, бола ма? Ол болады. Ата анасы хабардар. Бір бауырын ағасын басқа біреуді ерткізіп жүрген болатын болса, ана жақта оның бауыры отырса, мына жақта сен общаться етіп жатсаң, ол харам емес. Мен ағасымен несі болдым, байланысты болдым. Иә. Бірақ егерде екеулердің араларыңда жан, сағындым, анау мынау деген әңгіме кететін болса, ол шариғатқа қайшы болады. Ух ты. Суть в чем? Адамдар үйленгенге дейін бір-біріне бауыр басып және зина жасап үлгермеу керек. Түсінікті, иә? Мысалы ретінде бауыр баспау керек болсын да? Иә. Не үшін? Өйткені сен белгілі бір момент келген кезде түсінсең, ол саған сәйкес келмейтіндігін. Екеуің айласқан уақытта сен жарайды еркексің ғой. Қыз қатты ауыр болады. Адамды небір қылықтарға итермелейді ол ауыр сәт, хәл. Кей кезде ер адамның өзіне небір хәлдерге итермелейді. Ана приколды көргенсің ба? 220 мен достарым келе жатып, мен оны жақсы көрдім ғой деп айтатын. Сол сияқты нәрселерге. Сондықтан қара, қыз бен жігіттің үйленгенге дейінгі танысуын хитба деп атайды. Хитба? Иә. Екеуінің танысуындағы мақсат үйленуге бір-бірімізге сәйкес келеміз ба, жоқ па деген мысль ғана. Үйленуге сәйкес келетініңді, бір-біріңе сай адамдар екендігіңді түсінсең, үйленіп алға салу керек просто, и все. Білем, саған қазір жан-жақтағы барлық айтып жатыр. Сен мысалы ретінде қаншадасың қазір? 22-де. 22-де сен әлі жассың ғой, қаяқта саған деген әңгімені айтады. Мен білем. Бірақ сен біздің зиялыларымызға қара. 20 жастарында елдің тірлігін істеп жүргенде Ахмет Байтұрсыновтың бір сөзін кездестіріп қалдым. Андай бір случайно кіріп қалдым бір кітапханаға. Оқысам дейді. Біз қазір кетіп баратырмыз дейді. Кетуге мәжбүрміз дейді. Бірақ біз қайтып келеміз де қазақты қолға аламыз дейді. Любой Доминик Торетоның сөзімен салыстырсаң, оң қасында мынау деген, мынау еще реальный өмірде болып жатқан еркектерді кәдімгідей қазақты қолына алып тастайын деп отыр. Біз бір қызды жаңағыдай бір әйелді қолға алуымыз керек. Қолға алу деген сөз ұру емес, отырғызып тастау бір нәрсе емес. Жауапкершілігіңе алу да өзіңнің. Сен егер де бір қызды жауапкершілігіңе ала алмай жүрген болатын болсаң, есейдің деп айту қиын. Болар бала 30-15-інде баспын дейді. Болмас бала 35-те жаспын дейді. Сондықтан егер де еркек болсаң, сен еркектігіңнің бір көрінісі ата-анасының алдында айыпты емес кезіңде, айыпты емес адамдай сөйлесу. Сен оны қызымен зина жасап, жеке қалып, үйтіп басқа қалып жүрген болатын болсаң, ертең ата-анасының алдына барған кезде бәрібір де айыбың ашылады. Айыпты болып тұрасың да. Кінәлі сезініп тұрасың ішінде, іштей. Иә, іштей. Ол оны білмеуі де мүмкін. Немесе біліп жүрсе де не қылмауы мүмкін. Ал мына жерде егер сен тікелей барып сөйлескен болатын болсаң, ол еркектігінің белгісі. Мындай бір тема. Осыны айтсам, біреулер айтады, ұят қой дейді. Ұят деген, абай айтады, қазақ ұятпен ынжықтықты шатастырады дейді. Ұят деген не нәрсе дейді? Сен бір айыпты нәрсе жасап, өзіңді іштей жеуің дейді. Мысалға, бір менде көбінше мысалы бір әйелдер бейт эмоция бір нәрсе білдіріп қалған кезде, шашап басқа тұрған болсам, өзім ұстай алмай қалып сөйлеп жіберуім мүмкін да бір нәрсе деп. Сосын өзім іштей қатты жеймін да сол нәрсеге ше. Мен әйелмен әйел болып ұрыстым-ау мен кәдімгідей деп ше. Іштей жеп бітемін өзімше. Онда бір әдейі істейтін нәрсе емес ол. Ұят та, ұялу да. Түсініңіз бе? Я болмаса мысалы ретінде әкең саған мысалы ретінде бір жерге шақырып не алған уақытта сен там өтірік ұйықтаған болып қаласың, сосын қарасаң әкең жаңа белі ауырып басқа қылып жүреді да, мысалы ретінде жейсің ғой іштей өзің, сен ол әдейі істейтін нәрсе емес ол. Сол ұят дейді да. Сол ұят. Ал мынау жаңа просто үлкен кісілердің алдына барып амандаса алмау, ол ынжықтық дейді. Ұялшақтық емес, ынжықтық. Ынжықтық дейді. Абайдың қара сөздерінде бар осы мәселе. Сондықтан ол оның әкесі бола берсін, окей. Сен оны зина жасауға бара жатқан жоқсың ғой, бала қыздың. Сен кәдімгідей танысуға бара жатсың. Сен қызын кәдімгідей әйел қылып алуға бара жатсың. Сен кіші болып тұруың керек па, жақсың кіші болған соң, немесе положение күйеу бала болған соң, иә. Ал бірақ ол деген сөз сен айыптысың деген сөз емес қой. Керісінше сен достойны барсаң, сравнительно достойны жүресің.
сен айтасың бір нәрседе анау мынау сен бір нәрсе деп жатса да айтасың мен сіздің қызыңызды зина жасауға сізден келіп рұқсат сұрап тұрғаным жоқ, басын ашып алайық, керек емес маған олаймен сөйлеп, мен достойно келіп тұрмын сізден, менің орнымда басқа біреу болатын болса қызыңызбен екі ортада не болатындығын Алла біледі, мен кәдімгідей ақ неке үшін сізге өзім таныстырғалы келіп тұрмын, керісінше дұрыс қабылдауыңыз керек деп айта аласың десем надо будет. Иә, кейбір ата аналар бар, оны достойно қабылдай алады, молодец. Кейбір достойностьті білмейтін адам болатын болса, немесе жаңағыдай бір басқа понятиедағы адам болатын болса, оны басқаша қабылдау мүмкін. Окей, бірақ ол оның ісі да уже әрі қарай. Ол сенің ісің емес әрі қарай. Суть в чем? Біздің типа ұятымыз не нәрсеге алып келіп жатыр. Например, менің қызым бар, немесе туған қызым. Немесе менің қарындасым бар. И маған күйеу бала келетін болса, мен жағасынан алып жыртып, оңандай қысып, басқа қылып сөйтіп жүремін да. Сосын бар, уже қызым маған сенбейді да. Жасырын. Менімен оны таныстырмайды. И мен білмеймін. Соответственно, жаңағыдай өзіне жігітті таңдау мәселесі кімге қалады? Қыздың өзіне қалады. Өзіне жауапкершілігіне. Қызбен жігіт болып жүруді, мысалы ретінде әркім әр жаста бастауы мүмкін. Біреу 16 жаста бастауы мүмкін, біреу 13 жаста бастауы мүмкін. Мен ондай жағдайларды білем. Реально. 12-13 жасында зина жасаған адамдардың жағдайларымен жеке таныспын да. Әркім әр жаста болады. Ол кезде ол қаяқтан таңдайды ол дұрыс адамды? Білмейді ғой әзірге. Сондықтан негізі мұсылманшылықтың мәдениетінде күйеу баланы әке шеше іздейді негізі. Күйеу баланы? Иә. Кәдімгідей мысалы ретінде қызды емес, күйеу баланы іздей ме? Күйеу баланы, иә, то есть мына жақты іздейді, мына жақты іздейді. Өзіңе сен яғни күйеу баланы да іздейсің, еще өзіңе сен нені де іздейсің? Келін баланы да іздейсің. Жан жақтан қарап жүресің. Мамама айтқаны бар. Нема Оралдан қыз қарай берейін ба деп айтқаны бар. Сол кезде бір күліп алғам. Қазір приколсты, давай қарай бер. Иә, енді сен ол таңдаған адамның үйленіп кетуің бірден шарт па? Шарт емес. Ал бірақ мысалы ретінде үлкен кісі, как ни крути, сәл болса адамды танып тұрады негізі бәрібір де. Өмірлік тәжірибесі басқасы бар ғой. Енді, конечно, кей кезде болады, кейбір ата-аналар адам танымауы мүмкін. Бірақ кейбір ата-аналар жақсы тануы мүмкін да. Бәрібір де ол енді мен таңдадым бітті соған үйленесің деген нәрсе жоқ қой шариғатта. Ата-ана өзінің қызын қинап бірге тұрмысқа шығарып жібере алмайды ешқашан. Но бірақ бағанағыдай мысалы ретінде сен күйеу бала келіп тұрса, сен тым болмағанда бір сөйлесіп тануға тырысуың керексің да, қандай адам екендігін. Негізі адам тану үшін негізі көз жанарына қарасаң тану болады деп айтады ғой негізі. Көз жанарына. Енді ол үшін ол біраз даналық керек. Ол біраз даналық талап етеді. Бір хадис бар, пайғамбар саллаллаху алейхи айтады. Мұмин дейді. Мүмін адамның даналық, хикмет несінен, көз өткірлігінен абайлаңдар дейді да. Иннаху янзур би айнир рахман дейді. Қателеспесем мәтіні осылай келеді. Яғни ол рахманның көзімен қарайды дейді да. Жұрт көрмеген нәрселерді көріп қояды дейді да. Бір рет бір жігіт жақын танысым емес, біз ана жігітпен. Ұста сізден бір мәселені сұрасам бола ма деді да. Че там, видеодан сенде проблема болып жүр деймін дедім да. Видео көріп қоя бересің ау деймін сен дедім да. Сіз көзіне қарап бірден тауып бердіңіз? Көзіне қарап емес, просто былай қарадым да. Енді түсіндім примерно, енді мен біріншіден 16 жыл болды жастармен жұмыс жасап жатырмын, студенттермен. Екіншіден Алла кей кезде көңілге салады кейбір нәрселерді, мына кісі былай болып жатыр деген сияқты. Ол кісі ойлайды мен күшті жасырып тұрмын деп. Бірақ кей кезде байқалып қалады. Осылай айтып едім, ана кісі в шоке болып қалды да. Қаяқтан білдіңіз дейді да, именно осы проблема бойынша келіп тұр едім дейді. Сосын барып екеуміз отырып жаңағы мәселені талқыладық. Өте қиын әдіс, наркоман сияқты негізінде ол құтылу өте қатты қиын нәрсе. Адам өмірінің соңына шейін күресіп өтеді ол нәрсемен. Ставка сияқты. Білесіз ба, анау зависимостьтарға түскен адамның ең үлкен ошибкасы қандай? Болды, мен құтылдым деген понятие. Ана бдительность жоғалтып алады да. Мысалға адамды зависимостьтарына түсіріп жібере беретін моменттер бар ғой. Например, адам темекі шегіп тастап жүрді, например. Сосын темекі шегіп тастап жүрді. Бір уақыт тастау үшін біз онымен отырып жұмыс жасадық дейік, например. Отырып жаздық, темекі шегіп қоя берген кездерін қарасақ, постоянно Алмат деген ат шыға береді да, например. Алмат? Иә.
мына алматпен бірге шегемін деген сияқты. иә, мысалы ретінде мен алдында айттым ғой, есіңде ма? Сен зависимосттарың бар болса, сол зависимостьті істеп қойған кездегі сағатты жазасың, сағат нешеде болғанын, сосын кіммен бірге болғаныңды жазасың, қай жерде болғаныңды жазасың, тура соның алдында не істеп жатқаныңды, соған себеп не болғандығын жазасың да. Сөйтіп барлығын жаза берсе, например, каждый раз жазған сайын ішіне Алматы деп шығады да, например. Сосын оған айтасың, все, болды, саған Алматпен араласу тоқтату керек. Совсем? Ну, типа белгілі бір уақытқа шейін деп айтайықшы, жарайды. Алматы темекі шегуді қойғанға дейін, например. Ол қоймаса. Ол қоймаса, енді білмеймін. Хотя бы сен көзінше шекпесін деп айту керек та, Алматы. Хотя бы солай. Алматы и PlayStation деп шыға береді да. Алматы PlayStationға барған сайын темекі шегеді екенсің, например. Ойнап отырып ше. Келесіде біз шешеміз. Все, саған Алматы PlayStationға баруды азайту керек деп айтамыз. Ол шынымен де азайтады. Темекіні шынымен де қояды. Енді ол ғана емес қой себеп, ол жерде біраз нәрселер жасалынады ғой. Бұл соның бір бөлігі да, например, үшін айтылғанда. И қойып жүр, сосын темекіні қойып кетті, например. И сосын бір уақытта уже босаңси бастайды да, все, мен темекіні қойдым деген сияқты. Содан қайтып не істеймін? Қайттан Алматпен PlayStationға бара бастайды да, қайттан темекі шегіп кетеді да. Түсіндіңіз бе? Сондықтан ең зависимый, осы бір анау зависимостьтермен күресіп жүрген адамдар бар ғой, зависимость деген тәуелдіктермен күресіп жүрген адамдардың ең үлкен қателіктерінің бірі осы да. Яғни болды, мен құтылдым деген әңгіме да. Зависимость өмір сол үшін күресіп өтесің. Просто сен мынаны біл, иә? Сен мынаны біл. Во-первых, сен даже қойсаң да күресіп өтесің. Істемей кетсең де. Оны ұмытып кету дейтін тема жоқ па деген ғой? Ұмытып кетпеу керек та. Бағанағыдай Алматпен PlayStationға бару сенде кәдімгідей сигнал болып тұру керек та. О, жужық, маған баруға болмайды, барсам темекі шегіп кетемін қайтадан деген сияқты. Осындай жағдай бір шекаралы анықтап аласың да, сен неге қарата құлатып жіберетін. Сосын ол нәрселерден қашасың өмір бойы. Не үшін? Өйткені Алла әртүрлі сенің жағдайларыңа байланысты сені әртүрлі сынақтарға салады. Мысалға, сен сондай балалық кезінде, жас кезінде анаумен мынаумен басқамен сондай бір жаман әдетті өзіңе бойыңа жұқтырып алдың да, например. Енді сен ересек, например, 25, 26, 30, 40 жасқа келген кезде әлде де сол нәрсемен күресіп жүрсің да, например. Ол сенің сынағыңда. Түсінікті ма? Сен оны қайтадан істемейтіндей болып кетуің мүмкін ба? Иә, мүмкін. Мүмкін, но бірақ ол деген сөз сен расслабляться етіп кетуің деген сөз емес. Сен қойып кетуің мүмкін, шынымен де вообще темекі шекпей кетуің мүмкін. Бірақ сен бәрібір де PlayStationға Алматыдан баруды ойлауың керек та. Сақ болу керексің. Барғаның өзінде де ескертіп қана қалай айтсақ болады, нельзя курить деген сияқты. Енді сен просто біл, PlayStation деген бұл жердегі жай мысал нәрсе ғана. Көбінше бұлар триггер деп атайды. Триггер? Триггер. Триггер неге итермелеуші, шақырушы неге? И осы триггерларды анықтап абайлау керек та. Триггер адамда, триггер жағдайлар болады, триггер уақыттар болады, обстановкалар болады. Мысалы ретінде андай бір не бар ғой, мен ашулансам темекі шегемін дейтін ше. Ашуланба? Ашуланба? Ол кісі ойлайды темекімен басады дейді да. Сен сонда триггері, например, ашулану да. Енді сен, например, жаман әдеттен құтыламын десең не істеу керек? Триггер сол күйімен қалады. Ашулану деген немен? Иә, триггерден қаша алмасаң, триггер сол күйі қалады. Амалыңды өзгерт. Кайфы сол күйі қалуы керек. Темекі шегу керек па? Жоқ. Ашулану керек. Темекі шегудің сути неде? Успокоение ғой. Тынышталу керек. Ашу, яқты успокоение да. Арада. Ол темекі шегетін, сол ашуланып тұрған кезде успокоить ету үшін деп тұр ғой. Темекі шегу ортасындағы амал ғана да. Түсінікті ма? И ортасындағы амал өзгеру керек, бірақ ләззаты қалу керек та оның. Ол тура темекі сияқты успокоить ететін бір нәрсе болу керек та сені. Мысал ретінде амалыңды өзгерт деген мысал. Например, сол ғой, мен соны түсіндіріп отырмын енді. Например, мен бір күшті ойын жүктеп аламын телефонға, например. Ашуланған сайын мен сол ойынды ойнаймын да, например. И ол да тура бағана темекі сияқты успокоение береді да маған. Бірақ мен темекіні қоямын да. Темекі шегім келіп кеткен болатын болса, мен жаңағыдай білмеймін қандай ойым бар, например. Сол ойынды ашып аламын да ойнай бастаймын да. Мен мұрындары не істеймін? И осыған бірнеше рет тренировка істеп қоясың. Тәттімен күресіп жүрген адамдарға тоже самое. Сумкаға банан салып жүреді дейді.
сумкаға банан салып жүрсең, келесіде сен жаңағыдай тәтті жегің келген кезде анау анштегі тұрған пирожныйды бір нәрсені ананы жемейсің, банан жейсің, и ол анау сияқты тәтті дәм береді дейді да. Мен ашуланғанда музыка тыңдайтын бір несі әдет шығарғанмын. Әдет дегенді білмеймін, ол андай бір андай не болған жоқ, осыны істейін деген нәрсе болған жоқ. Каким-то бүйтіп немен өзі бір сәйкес келіп кетті. Ол случайно емес. Давай мен сен сөзін бөлейін, сен каждый раз мен сөзін бөлесің ғой, мен бір рет бөлейін. Әзіл, имейте в виду, әзіл, серьезно емес, ол бәрі жақсы. Короче, қара, мысалы теманы түсіндірейін. Музыка қаяқтан пайда болғандығын сенде тема. Адам бағанағыдай стрессовый ситуация, ашу деген. Сол стрессовый ситуацияға түскен кезде ми өзін наиболее андай успокоенный, сондай сезінген кездерін іздей бастайды. Сізде ол, например, музыка болғанда, сондықтан сіз ашуланған кезде, көңіл күйіңіз түскен кезде, стресс болған жағдайдың барлығында өзіңіздің музыкаңызға түсіп кете бересіз да. Ол постоянно компьютер ойнайтын адамдарда ол компьютер. Ол постоянно темекі шегетін адамдарда темекі, казино ойнайтындарда постоянно ол казино, есірткінің темасындағы адамдарда есірткі, шопингпен ауыратындарда ол шопинг и так далее. Внимание бір нәрсеге үйреп қалған адамға осындай стресс бір нәрсе болған сайын от души бір демалайықшы деп баняға немесе клубқа кеткісі келіп тұрады. Не үшін? Өйткені өзінің осыны успокоенно сезінген жерлері сол жерде болғанда, сол жаққа қарата қайттан мынау амалдар алып келеді деп ойлайды да. Сол үшін любой осындай стрессовый ситуациялардың барлық адамды зависимосттарына қарай құлатады да. Адамның стрессовый ситуациясы сондай бір паттерндарын шығарады да. Айғайлау, неғылу, сондай бір дүниелер, зависимосттар, темекі. Ең қызығы кейбір паттерндар сені уақытша шығарады да, қайттан кіргізеді. И менің түсінгенімше депрессия ол мысалы. Музыка сондай нәрселердің бірі. Адам көңіл күй жоқ кезде көңілді музыка тыңдамайды ғой енді. Мұңды музыка тыңдайды. Андай наоборот депрессияк музыкалар тыңдайды ғой, наоборот. Вроде бы шықты, бірақ біраз уақыттан кейін қайттан кіргізе бастайды. Адам просто постоянно музыка тыңдап жүрген адам бұны түсіне алмайды. Окей, басын ашып алса. Постоянно музыка тыңдап жүрген адам бұны түсіне алмайды. Ал егер сен бірнеше жыл жүрсең музыкасыз, сосын барып музыка тыңдай бастасаң, ананың кайфын как-то несін. Біріншіден кайф қаттырақ болады. Иә. Екіншіден сен оның кәдімгідей сен депрессияға түсіріп жатқанын сезесің да. Сол моментте көтерілесің, сол моментте түсесің. Сол моментте түспейсің. Біраз уақыттан кейін барып сенде бұрын болмаған бір қайғы мұңдар, депрессиялар пайда бола бастайды да. Қайғы музыка тыңдасам ба? Иә. Сол моментте не үшін саған жеңілдейді білесің ба? Білмедім, груз түсетін бар үстінен бір. Адамда өзінің эмоциясын атаған кезде жеңілдік пайда болады. Иә, мысал ретінде анау сен бір нәрсе іштей сезіп жатсың ғой. Көңілімде бір нәрсе, мұңлы бір нәрселер айтып жатыр. И сен ішкі жан дүниеңді сипаттап жатыр да анау. И сен эмоцияңды сипаттаған кезде сенде тревожность кетеді да. Содан босаңсисың. Сосын сол моментте саған жеңілдейді ол нәрсе. Мысалға анау қайғыда отырған адамға көңіл айтқан кезде сен сабыр қыл деген оған көңіл айту емес ол. Сен наоборот айтасың. Ол кісі шынымен де құнды адам еді. Барлығымызда көңіліміз жарылып отыр. Бізге де жетіспейді ол кісі. Қасымызда болған кезде бәлкім мәселелерді басқаша шешер ме еді ол. Барлығымызда сағындық. Бірақ енді саған әрі қарата өмір сүру керек. Ол да соны қалайтын еді деп айтасың да. Сен не істедің? Бірінші оның ішкі сезімдерін атадың да. Жұбату бұл жерде сабыр қыл, болды, басыл, тыныш ей деген нәрсе жұбату емес. Жұбату ішіндегі болып жатқан нәрсені атағу. Жылап жатқан балаға жылама деп айғайлау сияқты ғой. Иә. Сол үшін қазір енді педагогикада мындай нәрсе бар. Адамға сезімдерін бастан кешіруді үйрету деген. Өз сезімдер бе? Иә, өз сезімдеріңді бастан кешіруді үйретуді. Мысалға, бала жылап жатыр ғой. Сен оған эмоцияларын атауды үйретесің да. Сен ашуланып тұрсың ба? Ашуланып тұрсың. Неге сен ашуланып тұрсың? Өйткені мен сен жақсы көрмейді деп ойладың деген сияқты сөздермен басқалармен ішінде не болып жатқандығын түсінуге көмектеседі да. Ескендір аға солай қылған ғой, Ескендір Бестай. Естіп едіңіз ол әңгімені?
жалпы басында діни неден басталған болатын, діни терминдерден басталған ақпаратымыз үйлену қыз бен жігіттің темасына ауысып кетті. Одан сәлден кейін тәуелділікке ғана көшті. Тәуелділіктен кейін артынша сезім дейтін тақырыпқа көшкен. Бүгін 4 тақырыптан әңгіме қозғалды негізі, қысқадан нұсқа негізі. Бірақ та әрқайсысының переходы әдемі болды да бір. Сондықтан бүгін әдемі подкаст болды негізі. Көп рахмет негізі. Бұл сценарийсіз ешқандай қаржы туралы әңгіме соғамыз деп келген адам еді ғой негізі. Қаржы туралы келесіде әңгіме соғып жатамыз. Лучше қаржы туралы білгілеріңіз келсе андай комментарий жазып жіберіңдер, сұрақтарды сол жақтан алып, сол жақтан оқитын не қылса. Айтпақшы, сторис жариялап едіңіз, ол сұрақтар келді ма? Бірінші саран сұрақ келген негізі, көбінің несі удача тілейді енді көбі, сәттілік деген сияқты. Былай ішіндегі сұрақ қойғандары сауда жөнінде сұрашы деген болды. Сонымен қатар тағы не болды? Тағы бірінші саран болды, ұмытып қалдым негізі. Келесіде бір талқылайық, Алла қаласа. Бизнеске ақшаны қалай тартамыз, ақшаны қалай жинаймыз? Сол қаржы тақырыбына бірге айтсақ сондай әдемі болады еді. Все, онда бүгінгі жалпы біздің подкаст аяқталды. Бүгін қонақта болған Әбілқайыр Мәдиұлы. Біздің каналымызды осы ұстазымызбен бірнеше әлі выпусктар болады, сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, астына комментарий жазып, мен жамандайтын болсаңыздар, мен жамандаңыздар. Мен сөзді көп бөлемін, оны өзім байқаймын. Сондықтан барынша андай немес, мен сөз бөлем деп оны. Жоқ, бағанағы не отсылкалар ғой, комментарийлар ғой, оны андай жаман ұстазға жағаласайын деген нәрсе емес істелмейді. Ол нәрсе просто ана темаға бүйтіп, менде бір осындай бір не бар, өмірлік жағдай бар деп айтып қалатын жағдай болғаннан кейін ол нәрсе әдейі істелмейді. Сондықтан көп адам негізі егер де көрмесе, оны байқамас еді, значит көрді ғой. Ол көріп тұр ғой, значит қарады видеоны. Ол жақсы нәтиже ғой. Ол ең жаман нәтиже игнор ғой. Ең жаман нәтиже сен просто байқалмай қалуыңды. Например, пәленбай уақыт түсіріп, пәленбай уақыт монтаждап, соңында 12 просмотр болып тұрса, солай видно. Ол қиын болар еді. А так мен жеңіп жатырмын. Сондықтан барлықтарың жақсы көремін, барлықтарың не жазсаңдар да қабылдаймын. Ол мен үшін өте күшті нәрсе. Мен қазір өзімді іштей алай сезіп тұрмын. Өзімді бақыт сезініп тұрмын просто. Сондықтан бүгінге осы. Бүгінге жалпы сұхбат өте әдемі болды. Сізге көп рахмет. Келесі выпусктарда жолыққанша. И что мен новый микрофон алдым, 2 микрофон. Құтты болсын. Реквизит төменде. Жақсы.